Калима тайиба 6. Я'ля бин Шаддад радиаллаху анху айтат. Атам маға хадис айтып жатқанда, Убада бин Самит радиаллаху анху дағы бар болчу. Ал атамның сөзін тастықтап тұрған. Атам айтат, саллаллаху алейхи вассалям, қолыңарды көтеріп, «Ла илаха иллаллах» деп айтқыла, деді. Біраз уақыт қолыбызды көтерген абалда келмені айттық. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям қолын түшіріп, «Альхамдулиллах, о Аллах, сен маға бұл келімені түшірдің, аны жайылтуға, жеткіруге өкім бердің. Бұл келіме үшін бейішті убада қылдың. Сен берген убадаңды сөзсіз орындатасың», деді да, қайра сөз учуғын улап, «Сүйінбейсіңер бі? Аллах сілердің күнөөңөрдү кечирди», деді. Я'ля бин Шаддад радиаллаху анху айтат. Атам маға хадис айтып жатқанда, Убада бин Самит радиаллаху анху дағы бар болчу. Ал атамның сөзін тастықтап тұрған. Атам айтат, саллаллаху алейхи вассалям, қолыңарды көтеріп, «Ла илаха иллаллах» деп айтқыла, деді. Біраз уақыт қолыбызды көтерген абалда келмені айттық. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям қолын түшіріп, «Альхамдулиллах, о Аллах, сен маға бұл келімені түшірдің, аны жайылтуға, жеткіруге өкім бердің. Бұл келіме үшін бейішті убада қылдың. Сен берген убадаңды сөзсіз орындатасың», деді да, қайра сөз учуғын улап, «Сүйінбейсіңер бі? Аллах сілердің күнөөңөрдү кечирди», деді. Я'ля бин Шаддад радиаллаху анху айтат. Атам маға хадис айтып жатқанда, Убада бин Самит радиаллаху анху дағы бар болчу. Ал атамның сөзін тастықтап тұрған. Атам айтат, саллаллаху алейхи вассалям, қолыңарды көтеріп, «Ла илаха иллаллах» деп айтқыла, деді. Біраз уақыт қолыбызды көтерген абалда келмені айттық. Анан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям қолын түшіріп, «Альхамдулиллах, о Аллах, сен маға бұл келімені түшірдің, аны жайылтуға, жеткіруге өкім бердің. Бұл келіме үшін бейішті убада қылдың. Сен берген убадаңды сөзсіз орындатасың», деді да, қайра сөз учуғын улап, «Сүйінбейсіңер бі? Аллах сілердің күнөөңөрдү кечирди», деді. Ахмадтың Муснады, Табарони, Баззар, Маджмаус Заваид.